Жақында мынау желіде Айша Арстан қызы деген апайымыз бір сөз айтты. Ол сөзінде бірінші орында енді көптеген нәрселер байқалады. Сол байқаған нәрсемізді сөз соңында айтармыз. Айтқан нәрселеріне барлық сөзін 10-11 минуттың сөз екен. Оның бәрін талқылап, біреулеп, талдап кеткім келмеген. Әйтсе де осы өзім қатты сыйлайтын азаматтар өтініш қылғандығы үшін, ел өтініш қылып мынаған жауап берсеңіздерші деген үшін жауап айтқым келіп отыр. Себебі бұл жауапқа арзымайтын нәрсе еді. Неге жауап беруге арзымайтындығын да түсіндіріп өтермін сөз соңында. Біріншіден, бұл кісі Құранның бірнеше аяттарын қозғап кетті. Соның ішінде негізгі қозғаған бар жоғы бір 4 Құранның аяты. Оның біреуі Ахзаб сүресі 92-ші аят деді. Ести салып күлдім. Ахзаб сүресінде ондай 92 аят жоқ еді ғой. Бұл кісі енді аят қосып алды ма деп Халиф Алтайдың кітабын ашқаннан кейін біраз болып еді. Ол кітапты ашпағалы, тағы да ашып көрейінші, 92-ші аят бар ма екен деп әдейі ашып та көрдім. Бірақ ол сөздің мағынасын айтқан кезінде бұл Ахзаб сүресі емес, мүлде Ан'ам сүресі. Ахзаб сүресі қайда жатыр, Ан'ам сүресі қайда жатыр? Біреуі қайда, біреуі қайда, енді сол жердегі мағынасынан тауып алдық. Ол жердегі енді айтпақшы болған сөздеріне толық өтіп кетерміз. Екінші нүкте ол Жүсіп сүресінің 2-ші аяты депті. Бұл қайта осы аяты өзінің сөзіне жауап болатын еді. 3-ші аят бұл Кафирун сүресі айтыпты. Бұл жерде бір әдемі психологиялық дүние жатқан еді. Оны ұқпай, оны бір нәрсеге қолданғандығына тағы да бір күлкім келді. Және 4-шісі Тәубе сүресі 24-ші аят деп, тағы да сол бұрынғы теологпын деп жүрген бір шығыстанушы азаматтардың қозғап атқан бір ылаңдарын, әбден тозығы жеткен дүниені бір ортаға қойғысы келді. Осы бір нүктелерге тоқталайын. Біріншіден, Құран аяттарын енді соншалықты қадірле бұл кітап деді, бірақ ол кітапқа ол кісінің өзінің құрметі жоқ болғанменен енді біздің қазақ халқы құрметтегендігі үшін сәл болса да құрмет көрсеткендігі дұрысырақ еді. Екіншіден, ақыры сөз айтады екенсіз, әр сөзіңізді маман адамға тексертіп алғаныңызда, тым болмағанда дін танушы адамға тексертіп алғаныңыз жақсырақ еді. Өйткені әр сөздің өзінің маманы бар. Маманы жоқ адам сөйлесе, бір жердің қияметін күте бер деген пайғамбарымыздың сөзі осы жерде дәл келетін сияқты. Сонан соң, Ан'ам сүресінде айтылған нүкте, бұл жердегі ол кісінің айтпақшы болған нүктесі, дін арабтар үшін түскен, бұл ислам діні. Ал енді ол жердегі бұл сөздің өзінің аудармасын дұрыс қолданбау. Тіпті қазақша сөздің өзін аударманы қолданбай, ойын ретінде алып кетуі бір қызық дүние болды. Негізі Уммул Құра деген сөз енді жердің, бүкіл елдің анасы дегені, уаман хаулаху дегені, және соның жаны деген сөз енді болды ғой, бүкіл жер беті деген мағынаны беретіндігі, ол тіпті басқа тәпсір сөзіне де кірмей-ақ жететін еді. Әйтсе де Имам Табари, Ибн Касир сынды тәпсірлерде бұны нақтылап түсіндіріп береді. Оқып көрем деген адамға интернет желісінде де өте көптеп тұр. Орыс тілінде де, басқа қазақ тілдерінде де жетеді аудармасы, оның түсіндірмесі де жетеді. Сондықтан бұны енді ол кісі интернетті білмейді деп шешеміз бе, жоқ әдейі ақтармады ма, жоқ сол жерде бір ойын көздеді ма деген бірінші пікір келеді. Екінші нүкте, ол кісі Жүсіп сүресінің 2-ші аятында бұл Құранды арабша түсірді деді. Арабша Құранды түсірді деген сөз Құран-ы Кәримде өте көптеп келеді, бірнеше жерде келеді. Сол сөздердің біреуі, ең әдемісі Фуссилат сүресінің 44-ші аятында адамдарға неге арабша түсіргендігі туралы айтылады. Сонда адамдар сұрайды, сен бұл кітапты арабша түсірдік деп Алла Тағала сөзбен айтып келеді де, а'жамию ва араби деп келеді. Әдемі сөз бұл сөздегі мағынасы. Мынау, егер біз Құранды а'жами, өзге тілде түсіргенде едік, онда олар бұл сөйлеп тұрған адам араб. Мұхаммед араб қой, саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл араб, бұл неге өзге тілде сөйлеп тұр? Бізге анық емес қой деп айтар еді. Сол сылтауы болмас үшін деп, неге араб тілінде түскендігінің нақты нүктесін айтып кетеді. Біріншіден, осы нәрсе. Екіншіден, дін сол жерде бастау алғаннан кейін
елдің барлығы сол жерге қажылыққа баратын 5 парыздың біреуі болғандығы үшін, жердің бүкіл халқы сол жерге жиналатындығы үшін пайғамбар сол жерге түсуі, мұның артынан ертең қажылық болып жұрттың барлығы соған жиналуы көзделгендігін байқасақ, оған бір қатты ойдың да логиканың да қажеті жоқ. Одан бөлек дүние, құрметті бауырлар, сол Кафирун сүресіндегі сенің дінің саған, менің дінің маған деген сөзде психологияда сондай сөз бар. Сөзіңді ұқпайтын адамға сөзіңді де өзіңді де қорғыма деген. Сол үшін сенің жолың өзіңе жүре бер деген мағынаны берген бұл аят еді. Яғни Құдайға мүлде сенбейтін, Құдайдан мүлде теріс қанаған адамға өз бетіңше жүре бер деген бұл діннің қазіргі заманауи тілде айтқанда толеранттық мағынасы, яғни дінде зорлық жоқ деген мағына. Әркімнің өзінің дінде жүре берсін, бірақ ақылы бар адамдар қай жерде дұрыс жол екендігін өзі тауып алар деген мағына. Өйткені ақымақпенен таласудың ешқандай қажеті жоқ. Абай атамыз айтпақшы, ақымақтан мен күніге жеңілемін деген сөз бар. Сонан соң Тәубе сүресінің 24 аятын айтып, соғыс туралы сөздер айтады. Бұл соғыса беріңдер, өздерінің ұрпақтарына да өсиет қылып кеткен сияқты көрінеді. Әйтсе де қазіргі кезде 24-23 араб мемлекеті болса, олардың ең әскерге мықтысы бар жоғы сол Мысыр шығар, қалғанында жетісіп қалған әскер жоқ. Және ол әскерлер біреуменен бір соғысып, біреуге бір сондай не қылып атқан дымы жоқ. Сондықтан бұл да бір бекер сөздер. Ал енді бұл арабтарға айтылмаған сөздер. Дін туралы айтылып, мұсылмандарды соғысқа шақырып жатыр, міне мұсылман соғыскер халық деп айтса, ол бөлек дүние еді, оның да жауабы бар еді. Әйтсе де бұл кісінің бұл жерде араб деген сөзге тиісуі, және біз қазақпыз, араб емеспіз деген сөзді нүктесін қойғысы келмекші болған әрекеті ғана. Қайда бара жатқандығы белгілі шығар деп ойлаймын. Бұрынғы тәңіршіл азаматтардың сайрайтын бірақ өлеңі бар өзі, әләуләйлім таусылса бәләуләйлім демекші. Ол араб құлдар деген бір әдемі тырнақшада термин сөзі бар. Соны жан-жаққа тарқатуы. Оны енді жеке айта алмай, гаджем деген гменен бір енді айынға тілі келмеді ғой, енді дұрыс. Гаджем деген сөзді қолданды, аджам деген сөзге ұқсас болды. Рахмет, әйтеуір барынша әрекет жасапсыз, дайындалыпсыз, 11 минутта тақатақ әдемі мүдірмей оқып бердіңіз. Әйтсе де осы аджам сөзінің түпкі төңірегін біліп алғаныңыз дұрысырақ еді. Аджам екі жағынан мағынасын көрейік. Біріншіден арабтың стилистика сөзін қарайтын болса, аджам сөзі араб сөзін жақсы сөйлей алмайтындардың барын аджам дейді. Тіпті ол араб болса да, тіпті ол араб кісі болса да, арабша сөйлей алмаса жақсы, оны аджам деп айтады. Түсінікті болсын. Екінші нәрсе, шариғатымызда аджам деген сөзді олай қолдану дұрыс еместігі айтылады. Араб бар және араб емес, араб тілді, араб емес адамдарды бөлу, бұл біріншіден діни алауыздық және ұлттық алауыздық деп ойлаймын. Бұл енді жеке ғана пікірім шығар. Әйтсе де менің айтпағым, біздің шариғатымызда өзге дінді, ұлтты, құлдық сананы бөлген емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында қара нәсілді Билал, Рум, яғни Византия, сары нәсілді болған басқа да азаматтар, тіпті қызыл нәсілді болған дейміз бе, қалай қызыл өңді болған дейміз бе, парсы адамдары да болды. Тағы да егер Википедияны тіпті шұқып көрсеңіздер, аджам деген сөзді көрсеңіз, арабтар көбінесе парсыға ғана қолданған деген сөзді айтады. Сондықтан біздің қазаққа аджам сөзінің мүлде қатысы жоқ. Тағы бір нәрсе бұл жерде, арабтардың бөлуі, олардың ұлт бөлуі басқасы, бұл өздерінің саясаты. Ол жерде 75 жылда не бере ма, бермей ма? Міне Швейцарияны қарасаңызшы, ол жақтың қаншалықты азаматтығын алам деген азаматтар, не бір атақты Чарли Чаплин сияқты мен деген мықты азаматтардың өздері барса да, соларға азаматтық бермей, пәлен жыл күткізуі, қартайғанда барып азаматтық беруі, өзінің заңдары, әр елдің өзінің заңы бар, өзінің саясаты бар.
Сондықтан ол саясаттың дінге ешқандай қатысы жоқ. Тағы бір нүкте, бұл жерде Ататүрікті айтып кетіпті. Бұл 1023 жылдағы имамдарды өлтіргендігін айтады. Сонда енді біздің имамдарды да өлтіруге шақырып жатқан сияқты болып қалдыңыз ба деген бір жаман ойда келеді. Әйтсе де жақсы ойлайық. Мен айтқым келген нүкте, бұл имамдарды жамандау болды. Ол жерде имамдарды не жағынан жаман екен десе, бірінші олар сол дамуды тоқтатып қояды деген сылтауы ғана. Себебі, өзіңіз қараңыз, Совет өкіметі алғашқы келген кезінде кімдерді өлтірді? Бірінші орында байларды құртты, елдің малы болмасын деп. Екіншіден, көзі ашық адамдарды құртты. Көзі ашықтардың ішінде бірінші орында молдалар тұрды. Және молдаға жақын болған барлық адамдар тұрды. Екінші орында барып көзі ашық басқа да хат танитын азаматтар тұрды. Ол хат танитын азаматтар егер өздерінің сол қызыл саясатты қолдаса алып қалып отырды, қызыл саясатты қолдамағандарын кейіншелік жау ретінде құртып отырды. Жалпы көзқарас. Яғни бірінші орында халықтың малын, екінші орында дінін құртты. Осы дін біздің асыл дініміз ислам діні еді. Құрметті жақсылар, тағы бір нүкте, имамдарды жамандау барысында 7-40 деген ол біздікі, оны неге екі сөзді боласыңдар, әруақтарды сыйламайсыңдар дейді. Сыйыну деген сөз қазақ тілінде екі мағынаны береді. Біз егер таласқа кірмесек, мен истиғаса, тауасул мәселесіне кірмей-ақ қояйын бұл жерде. Яғни өліктерге дұға қылу, өліктердің дұғасын, олардың арасындағы басқа дүниелерге кірмей-ақ, жалпы сөзге кіріп, мынау жалпы дүниеге әруақтарды сыйыну мағынасына кіріп кетсек, екі мағынаны береді. Сыйыну бірінші орында, енді діни мағынада келсек, табыну, ол да екі мағынада, бірден, яғни құл деп өзін соны құдай деп білу, екінші орында сыйлау мағынасында береді. Біз ата-бабамызды сыйлаймыз, сол үшін Құран бағыштаймыз, сол үшін пайғамбарымызға көптеген салауатты айтамыз, көптеген ғалымдардың аттарын әлі күнге шейін атап, пәленше, түгенше деп солардың етегінен ұстаймыз. Және солардың Құран бағыштауға, халыққа қызмет қылып жатқан бірден бір осы имам азаматтар. Дүниеден өткен адамын арулап көмуге, оның кебінің дұрыс кебінделуіне әрекет қылып жатқан осы азаматтар. Оның кебіні тегін неге болмай жатыр, мешітке түскен садақаны санайық демекші болған сөздеріне тағы бір қызық күлкім келді. Қазақстанда 4000-ға жуық жалпы барды көпті, азды көпті мешітке ұқсайтын ғибадатхана болса, солардың ішінде бар жоғы ары кетсе 50-60-сы мақұл, 100-і өте қатты табыс табатын орталықта орналасқан шығар. Қалған сол 4000-ның 90%-ы ондай бір шылқып атқан дымы жоқ. Халық имамдарды осыншалықты бағалап, төріне отырғызып, нанын беріп, шайын беріп атқанменен, егер ішіндегі сол имамдардың зарын білсеңіздер ғой. Ол кісілер дәрігерлер сияқты, немесе басқа кісілер сияқты, ешқандай да бір мемлекеттен қолдау да, оның айлығын да көтерейік деген нәрсе қолданып атқан дымы жоқ. Үйсізде отырған қанша жастарымыз бар. Тіпті шетелден оқып келген азаматтарымыз, кәдімгі мықты шетелден оқып келген азаматтарымыздың өзі осы елге ұстаз болып 50.000 теңгеге, 80.000 теңгеге жұмыс істеп жатыр. Яғни кейбір азаматтарымыз болашақ деген бағдарламамен оқып келіп, мен бұл жерде жұмыс істемеймін, өйткені мен әжептәуір өсіп қалған керемет маманмын, мына жердің айлығы төмен деген қанша азаматтарымыз шетелге қашып кетіп жатқанын да көрдік көзімізбен. Сондықтан мен өзімнің көзіммен көріп атқан нәрсемді айтып атқаным. Мен өзім білетін, бірнеше тіл меңгеретін қанша қазақтың осындай имам, дін саласында жүрген жігіттер бар. Өздері ақын, өздері спортта әжептәуір шебер, өздері тілге шебер, өздері бірнеше тіл білетін филолог. Және сол түрменен 80.000 теңге, 50.000 теңге айлықпен де бір жерде отырып қызмет қылып жатыр. Сондықтан, құрметті бауырлар, ол жерде бір ешқандай да түсініспеушілік болмасын. Бұл еліне деген, дініне деген ол кісілердің махаббаты және барын салған әрекеті ғана.
иә, арасында қателері, кемшіліктері, арасында сол дін саласындағы азаматтардың бір қандай да пендешіліктері болатын шығар. Әйтсе де ол адамилық фактор деп есептеймін. Сонан соң тағы бір сөзінде пенде деген сөздерді немесе басқа деген сөздерді қолданып тіпті мал деген сөзге алып барып қатты кетіп қалғандығына мен таңым бар бұл кісінің. Пенде деген сөздің түпкі мағынасын түсінбей сөз бұрмалауы. Негізінде пенде бұл қазақтың сөзі емес, парсының сөзі. Бәндун деген сөз, байланған деген сөз. Ал енді байлау мағынасына келсек, Аллаға ғана байланған адам шынайы азат болатындығы, ол қазіргі заманның психологиясында оны түсіндіріп беріп жатқандығы бар. Сәл сауаты бар азамат болса, оны жетіп барар еді. Қорытып айтқым келген нүкте. Құрметті бауырлар, осы бір 11 минуттың ішінде қолданған бір үлкен 3 нүкте бар. Біріншіден, дін арабтікі емес. Біздің қазақтың тәңіршіл діні бар, соған қарай бас бұрайық, ислам дінінен қашып кетейік деген нүктесі. Құрметті бауырлар, тәңіршіл дінінде ешқандай да бір кітап жоқ, Құранға тең келетін. Екіншіден, ғибадатхана жоқ, енді салып жатыр. Салса да, енді жиналып жатыр. Үшіншіден, олардың бір діни тұрғылықты нүктелері, нақты жол жоралғылары жоқ. Барлығы құрастырылған. Өмін деген сөз арабтың әмин деген сөзінен алынған. Тіпті ол латын тілінде де, қазақтың түбір сөзінде, филологтың қай филологты алып келсеңіз де, біздің қазақ тіліндегі түпкі этимологиямызда өмін деген сөз өмірі болған емес. Тіпті жаназа деген сөздің қолдануы, немесе дұға деген сөздің қолдануы, немесе басқа бата деген сөздің қолдануын қарасаңыз, таңым бар. Бұның барлығы араб сөздері. Неге, қайдан ғана бұны алып, жоқтан бар қылып бір құрастырып атқан дүние екендігіне таңым бар. Мүмкін бұның артында саясат жатыр, кереметтей қаражат жатыр, кереметтей бір 2-3 адамның күн көрісіне тұратын бір нәрсе жатыр, немесе тіпті сырттағы қазаққа дұшпан болған елдің бір жауыздығы жатпасына кім кепіл. Одан бөлек дүние араб қылдық деген сөзді қайта айтуы. Біз арабқа бағынбаймыз, араб бізді құл қылып жатыр, олар жаңағы баяғы сөз ғой, осыдан қанша жыл бұрынғы айтылған сөздер, садақаның бәрін жинап алып, үйтіп жатыр да бүйтіп жатыр деген сөздер. Құрметті бауырлар, Қазақстан кең байтақ ел. Туристік жағдайды жасасақ, соның бәрін дұрыстап, елімізді тазартып, ұстап, соның мәдениетті үйренсек, сырттан келген адамға күліп қарап, өзіміз ластамай, қоқыстамай, табиғатымызды күтіп, қалай табиғат Алла тағала бізге берді, солай аялай білсек, біздің елімізден сұлу жер жоқ. Ендеше біздің елімізде құм да бар, тас та бар, теңіз де бар, су да бар, бәрі бар. Соны алып келе алмай жатқан бізбіз. Соның оябын таба алмай жатқан өзімізбіз. Неге біз соған әрекет қылмасқа? Бүкіл әлем бізге келіп, ақшасын бізге санап беріп, рахатын даламыздың көріп, қайқайып отырса, біз олардың ақшасыменен бала-шағамызды бағып, шытырлатып ақша санап отырсақ, шіркін-ай. Енді тағы бір нүкте. Бұл ешқандай да араб құлдыққа бармайды. Біріншіден, біздің дінімізде нақты нүкте бар. Сіздердің іштеріңізде Хужрат сүресінде 14-ші аятында бар, 13-ші аятында сіздердің іштеріңіздегі ең құрметтілеріңіз Құдайға жақындарыңыз деген мағына беріледі. Сондықтан бұл жерде араб та, араб емес те бәрібір. Өйткені пайғамбарымыздың тағы бір нүктесі бар. Сіздерді Алла тағала суреттеріңізге де, Алла тағала сіздердің денелеріңізге де, малыңызға да, басқаңызға да қарамайды, жүрегіңізге қарайды деп айтатыны содан. Енді соңғы тағы бір нүкте имамдарды жамандаумен аяқтағандығы. Әлбетте бірінші орында оларды өлтірейік, олар біздің саясатымызды алып бармай жатыр, Ататүріктің жолын ұстайық деген бір террористік пікір ма, не дейміз енді қазіргі заманда, толеранттық емес болған фанаттық бір экстремистік көзқарас, өте бір жаман ес шығады. Тағы бір нүкте у жайлы айтқандығы. Уағыз дегенді сөздің ойыны. Сөз ойыны жайлы нүкте айтқым келетіні. Құрметті бауырлар, сөзбенен кім ойнайды? Бірінші орында білмейтін надан адам ойнайды. Бұл кісіні ондай деп ойламаймын. Екінші орында сөзбенен артында қулығы жатқан, бүкпен тайы жатқан, ашып айта алмай, халықты, қарапайым халықты адастырып, сол бір сөзбенен
ылаң тастағысы келген азаматтың пікірі ма деген ой келеді. Құрметті жақсылар, ендеше бағасын өзіңіз бересіз. Мен жай ғана пікірлер айттым, нақты бір нәрсеге шақырып та жатқан жоқпын. Тек айтатын қорытынды сөзім. Құрметті бауырлар, осылайша біздің асыл дінімізге әртүрлі Құран аяттарын өзі түсініп, тіпті дұрыс оның нумерациясын да дұрыс айта алмай, оның атауын да дұрыс айта алмай, тіпті бір нақты бір кітаптың түбінен келтіре алмай, одан бөлек әртүрлі сөздерді бір-біріне ұқсатып, жасырып, уағыз деген арабтың сөзіге, уағада яизу деген сөзден, насихат айту деген сөз. Сосын молдалардың жиналысы уағыз емес, өйтіп аталмайды. Молдалар бас қосса мәжіліс деп аталады. Депутаттардың да отыратын жері мәжіліс. Білмеймін, оны да тағы бір басқаша бір фантазияменен айналдырып тастауға болатын шығар, бірақ бұл да арабтың сөзі отыратын жер деген мағынаны береді. Сондықтан айтатын құрметті бауырлар, әр сөздің түбіртегін түсіну үшін филолог, лингвист болғаны дұрысырақ болады, және сол сөзді мысалын келтіргенде сондай маманның айтқанына жүгінгеніңіз абзалырақ болады деп ойлаймын. Сөзбенен ойнау, бұның артында саясат немесе бір ылаң барын ескерткім келетіндігі. Құрметті бауырлар, Рамазан айында құлшылыққа, өзіңіздің рухани байлығыңызға көңіл бөліп, елдің, жердің баюына, сіз арқылы баюына әрекет жасасаңыз екен. Ал әртүрлі ылаң себуші, әртүрлі дінімізді лайлап, қалай болса солай қаралап көрсеткісі келген азаматтарға көңіл бөлу арқылы уақытыңызды, алтындай өміріңіздің әрбір секундын зая қылмаңыз дегім келеді. Құрметті бауырлар, осы жерде нүктемді аяқтадым.